Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abdul Fattah Abdul Gudda деген Ханафи мазхабындағы мұхаддис, керемет ғалым кісі бар. Сол кісінің өмір баянынан келген бір әсем мысал еріксіз көзге түсті. Сол кісі айтып береді, Үндістанға барған сапарымда дейді, үлкен мұхаддис, ғалым кісі Мұхаммад Яқуб деген кісімен бірге сұхбаттасып алады. Сонда сол сұхбатында әлгі кісі, Мұхаммад Яқуб деген кісі былай деп айтып береді: ей, Абдул Фаттах ғалым кісі ғой, енді ол кісі де сол кісіден сұрайды да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атақты Сайфулла, Алланың қылышы деген лақап алған сахабасы болған Халид ибн Валид деген, сол кісі қанша Алланың жолында өлем деп 220 рет, тіпті одан да көп соғысқа қатысса да төсекте жатып өледі. Сол кісінің төсекте жатып өлгендігі неге екенін білесің ба дейді. Алла тағала оның дұғасын қабыл қылмаудан емес, оған шахадат дейді ғой, шейіттік өлімді қимағандығынан емес деп айтады. Сонда сұрайды ғой, бұл неден болды сонда дегенде, бұл кісі Алланың қылышы емес па дейді, лақабы. Пайғамбардың өзі сөйтіп лақап қойған. Егер ол соғыста өлсе, Алланың қылышы сынды, өлді деген атақ болар еді. Алланың қылышы ешқашан сынбайды деп, бұл кісі төсек тартып өлді дейді. Қарасаңыз, өте керемет уақиға. Шейх Абдул Фаттах айтады, мен сол Үндістанға барған сапарымда басқа мәселелерде емес, тек осы білімді алып қайтқанымның өзі де маған жетерлі болар еді дейді. Ойлап қарасаңыз, адам осы дүниеде бір нәрсені кейде дұға қылады, Құдайдан сұрайды, бірақ Алла тағала басқа нәрсені нәсіп етеді ғой. Біз ойлаймыз ғой, сол жерде бізде бір қателік бар ма деп. Жоқ, ондай емес. Сіз сұраған нәрсеңізден де мүмкін Алла тағала бір басқа хикмет, даналық қойып қойған шығар. Сондықтан біліңіз, Алла тағала сізді бұл өмірге алып келуі, сіздің басыңызға әртүрлі сынақтарды алып келуі, бұның барлығы бір керемет сырлы дүние, Алланың сізге берген сыйы. Біліңіз.